Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сосиска в тесте дайындаймыз. Өте жұмсақ болып шығады. Менімен бірге жасаңыздар. Ыдысымызға жылы сүт, жылы суымызды құйып, үстіне қантымызды және бір шай қасық ашытқымызды салып 15 минутқа қалдырамыз. 15 минуттан кейін шанышқының көмегімен араластырып, ұнымызды електен өткізу арқылы бөліктерге бөліп салатын боламыз. Қамырымыз қолға жабыспайтын, жұмсақ болып шығуы қажет. Ұнымызды бірнеше бөлікке бөліп саламыз және аздап салып отырамыз қамырымыз жұмсақ болуы үшін. Мен алдымен сұйық массаны шанышқының көмегімен араластырып алдым. Одан кейін қолдың көмегімен кәдімгі қамырдың илеуі қанғанша қолдың көмегімен қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жылы күйде болуы қажет, сонда ашытқымызды ашып, қамырымыз биік болып шығады. Және ұнды көп қоспаңыздар, қамырларыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге қойып, 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағаттан кейін қамырымыз дайын. Сұйық майдың көмегімен ыдысымыздан алып аламыз және қолдың немесе оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Қолмен де жайсаңыздар болады, себебі қамырымыз өте жұмсақ. 4-5 етіп жайғандарыңыз дұрыс, себебі кескенге оңай болу үшін. Пышақтың көмегімен 1,5-2 см көлемінде ұзын бөліктерге бөліп кесіп алатын боламыз. Енді сосискамызды қамырға ораймыз. Ол үшін сосисканың басынан бастап қамырымызды спираль тәрізді етіп ораймыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жасаңыздар, өте оңай, бір жасап көрсеңіздер әдемі болып шығады. Яғни сосисканың басынан бастап қамырды орнатамыз, айналдыра отырып бірінің үстіне бірін ораймыз. Өте әдемі болып шығады. Басқа да түрлері бар, бірақ ең оңайы осы. Менің басқа видеоларымды көру үшін, жіберіп алмау үшін каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Видеоларым ұнаса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Міне біздің барлық сосискаларымыз дайын. 15 минутқа қалдырамыз. 15 минуттан кейін бетіне жұмыртқаның тек қана сарысымен жағып шығатын боламыз. Тек қана сарысын жаққан себебіміз қызарып, әдемі болып піседі. Одан кейін қалауларыңыз бойынша бетіне күнжіт немесе мак, немесе қара күнжіт себу арқылы сәндесеңіздер болады, сонда әдемі болып шығады. Пешімізге 180 градуста 30-40 минут шамасында пісіреміз. Міне осылай болып шығады, өте жұмсақ, дәмді. Жасап көріңіздер.